6 жасқа толған көрермендерге арналған көрсетілім. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп шарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен таста арқыраған. Бұл қазақтың алғашқы ұстазы Ыбырай Алтынсариннің өлеңінен үзінді. Ал мен қазір Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағында тұрмын. Жалпы сіз қазақтың тұңғыштары туралы не білесіз? Бүгін біз осы сауалдар төңірегінде тараздық тұрғындардың танымын таразылайтын боламыз. Ендеше, кеттік. Ыбырай Алтынсарин. Қазақтың алғашқы ұстазы Ыбырай Алтынсарин. Абай. Мен ойым бар қазір. Абайдың әлемінде жүрмін да. Алтынсарин. Кім еді? Ойлана беріңіз, ойлануға уақытыңыз бар. Ыбырай Алтынсарин емес. Стас. Мағжан Жұмабаев, я точно не знаю. Наверное, Бахтияр Артаев. Не знаю точно. Жақсылық Үшкемпіров. Қазақтың, енді қай вид спорттан? Қажымхан. Білмеймін. Түсірмек қой, білмеймін. Саспаңыз. Алғашқы әлем чемпионы дейсіз ба? Қажымұқан. Ответ, честно, не знаю. Ойланып көріңіз, мүмкін есіңіз кетер. Честно, вообще. Қазақ әндерін алғаш рет әлем сахнасында орындаған әнші. Бірінші рет әлем сахнасына қазақ әнін шырқаған әнші. Роза Рымбаева. Тағы ойланып көріңіз. Не знаю, честно. Может, Бибигүл Төлегенова. Маған прикол етесің ба не? Адам шашып отқан қыз сіркесі су көтермей. Димаш Құдайберген. Ойланып көріңіз, алғаш рет. Енді әлемде. Әлем сахнасында алғаш рет. Димаш Құдайберген де бұрын болды ғой бізде әншілер. Роза Рымбаева. Ойланып көріңіз. Енді әншілер жағы, мен Димашты енді білмейді екем. Өсу керек. Ойбай, түсірме. Түсірме. Хай. Мен түсірме. Хой, приветте! Түсірмеші мені. Треп! Ол... Ойланып көріңіз. Мына операда айтатын емес па? Димаш Құдайберген. Жоқ, бұға дейін де болды. Честно, вообще не знаю. Қой күрсінбе, қойшы бәрі құрсынде, ең бастысы басым мамам болсын де, мейім мамам болсын де. Қазақ елі еркіндік сүйген, қыран, текті, тәуелсіз ел. Ол өзінің тәуелсіздік жолында талай нәубетті бастан кешірді. Бүгінде оның бәрі тарихқа айналды. Осы орайда қазақтың тұңғыштары туралы біле жүргеніңіз абзал. Себебі оны әрбір қазақ білуі тиіс. Бүгінге осы сіздермен бірге болған мен Аружан Затабек. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.